мына резинканы, енді резинканы тоқып болғаннан кейін мына жерде менде 12 қатар болды. Қолтыққа дейінгі өзіңізге қажетті өлшемді тоқисыз. Енді былай жасайсыз. Мысалы мен былай сызып аласыз өзіңізге бірінші, мына жақта негізі өлшем алуды қалай өлшем алу керек? Бірінші образец тоқиды. Енді оларды қазір мен үйретпеймін, өйткені мен дәл жилеттің МК-сы болып жатыр. Ол образец тоқу, басқа деген кейін басқа жерден көрсеңіз болады, немесе мен өзім арнайы жасасам болады. Мен енді дәл осы жіпке жасалған өлшемдерді айтайын. Мынау былайынан тоққан кезде ені бұл жіптің өзгермейді тоққан кезде. Енді мына тоқыманы көріп тұрсыз, бұл жерде бірыңғай оң болып тұр, оң. Тоққан кезде бұл оң ашылады. Мына қараңыз, мынау тоқылғанды қараңыз. Именно жуғаннан кейін, жуғанға дейін, жуғаннан кейін. Жуғаннан кейін бұл ашылады да былай созылады. Мысалы, мен мына жилетті 32 сантиметр етіп тоқығанмын ұзындығын, жуғаннан кейін 36 сантиметр болды, ұзындығы қосылды. Соны ескеру керек. Яғни әр 8 сантиметр сайын, әр 8 сантиметр сіздің тоқымаңызға, мына тоққаныңызға оң қып та бірыңғай қып, тағы 1 сантиметр қосылатынын ескеруіңіз керек. Енді өзіңіздің балаңыздың өлшеміне қарайсыз. Сізге мына қолтығы биіктеу болғаны керек па, ана жағы? Биіктеу керек болса көбірек тоқисыз, биіктеу қыласыз ана жағын. Егер де мен сияқтанандай кең болсын, қозғалғанда, қимылдағанда ашық болып, кең болып тұрсын десеңіз, онда мына жағын ұзындау қыласыз. Негізі мен келесі жилеттерде, келесі кеудешелерде мына жағын қысқалау қылып, мына қолтыққа дейінгісін үлкейтпекшімін. Дәл егерде мына өлшемді тоқитын болсаңыз, онда қолтыққа дейін, мына жерде қолтыққа дейін бірыңғай оң қылып, мына арқасымен бірыңғай оң етіп, сіз бұл жерде мына есептесек болады, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дейді. 12 дегеніміз, 12 сызық дегеніміз, 12 болғанда мен екеуден есептедім ғой. 12 әр мынандай 2 сызықта 4 қатар бар. 12-ні 4-ке көбейтсе 48 болады. Сонда 48 қатар тоқисыз. Егер де сіз мына қолтығы ұзын болып кетті, маған қолтығы қысқалай болу керек десеңіз, тағы да қажетінше қатар қосасыз. Мысалы үшін тағы 8 қатар қосуға болады. Сонда сіз қолтыққа дейін, қысқартқанға дейін 56 қатар тоқыңыз. Егер сізге мынау 35 сантиметрлік жилет керек болса. Егер сізге 32 сантиметрлік, то есть кішкентай балаға жилет керек болатын болса, онда сол мына жерде болған 42 қатарды қалдырсаңыз, 48 қатарды қалдырсаңыз болады. Немесе оны азайтсаңыз болады. Оның бәрі сіздердің өздеріңіздің тоқып жатқан балаларыңыздың өлшеміне байланысты. Біреуін хотя бы тоқсаңыз, ары қарай өзіңізге бәрі белгілі болады. Сіздің қолыңыз басқаша менен, тығыздығыңыз басқаша, тоқитын сымыңыз басқаша деген сияқты сәл өзгерістер болады. Дәл менікіндей шықпауы мүмкін. Одан қорықпаңыздар. Мен өзімде тоққан кезде сондай тоқып жатып, сонда түзетіп жатамын. Зато үйреніп аласыз да, ары қарай өзіңізге оңай болады. Мына дәл осы өлшемді алатын болсаңыз, мына биіктікті, онда мына қолтыққа дейін бірыңғай оң етіп, мен арқадан бастаймын әрқашан, 48 қатар тоқисыз. Биіктеу қылам десеңіз, қосыңыз. 4 қатар қосасыз ба? Мен сызықтармен есептеймін. 4 қатар деген мынандай 2 сызық. 4 қатар қосасыз ба, жоқ? 8 қатар қоссаңыз болады. Сонда 56 қатар тоқтамай бірыңғай оң қылып тоқисыз. Оңды білесіз, қалай тоқитынын. Кәдімгі оң қылып. Классикалық үлгіде болсын, немесе әжеміздің әдісі болсын, бірыңғай оң қылып арқасын тоқып кете бересіз.